Қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Атым Рыскүл, Алматы қаласынан болам. Енді кейбір сетевиктер бүйтіп ойлайды. Бұл деген жаңағы кіру пакеті кішкентай болса, яғни алатын табысың да сондай кішкентай болады. Сол үшін де кіру пакеті үлкен жерлерде істеу керек, ақша табу үшін деген сияқты айтады. Ол да миф. Неге? Себебі $50 кіріп, міне мына жерде бизнес-форумда топ-чектің ішінде Мараттың екі орнын көріп отырсыздар, иә? Топ-чектің ішінде тұр, Америка бойынша тұр, бұл $22,000 бір орында, бір орын $19,000, жылдық табысы 264, жерде $234,000, яғни көріп отырсыздар. Міне, бұл деген нені білдіреді? Яғни пакеті кішкентай ғана болса да, үлкен ақша табуға болатынын осы жерден қарап дәлелдеуге болады. Мысалы, Тим Миллердің чегі $78,000 айына, Мохит Тяги деген және Рахул Шарма деген бұл екеуі Индиядан қосылған жігіттер. Мохит Тягиңіз $12,000 ай сайын алып отыр. Рахул Шармада да не көріп отырсыздар? Кошелек көріп отырсыздар. Неге? 2-3 кошелек алу керек, екінші, үшінші кошелекке адам жазбасаңыз да, бірақ ол сізге бір пассивті табыстың түрін алып келеді. Сол үшін де 2-3 кошелек алып келгені, яғни сіз бір алатын доходты 2 рет аласыз деген сөз. Міне мына Рахул Шармада тоже 2 кошелек тұр. Бұл да Индияның жігіті, бір кошелегінде $7,856 түсіп тұрса, ай сайын бір кошелегінде $5,554 түсіп отыр. Екеуінің қосындысы $12,000 алып отыр. Одан кейін тағы бір себебі, бұл американдық сетевой компания емес, американдық клуб. Бір күдік күмән болады, бұл ертең жабылып қалмай ма, бұны кім ашты деген сияқты. Міне сол күдік күмәндарыңызды да сейілтетін тағы бір себеп бар. Бұл американдық компаниялар ешқашан бір айлық, бір күнге немесе бір жылға келген жоқ, 10 жылға келген жоқ. Американдық кез келген компанияны, даже сетевой компанияларды алып қарасаңыздар, олар рынокта, біздің нарықта өте ұзақ жылдар бойы жұмыс жасап келе жатыр. Мысалы, MV 1959 жылы ашылған компания, есептеп көріңіздер, 70 жылға жуық уақыт болды, әлі істеп жатыр. Мерикей тоже әлі істеп жатыр, 50 жылдан асып кетті. Гербалайф әлі істеп жатыр, Алоэ Вера әлі істеп жатыр. Кез келген американдық компаниялар өте ұзақ жасап жатыр. Сондықтан сіздер өздеріңіз келгеннен кейін смело осы жерге адамдарды шақыра берсеңіздер болады. Енді компанияны ашып отырған Бенгелинский, осы Бенгелинскийдің атына тіркеліп тұр, компания. Бұл Бенгелинский деген тіпті как мықты руководитель ретінде осы бизнес-форумда бірінші орында тұр. Өз жерде 689 компания тұр, официально тіркелген 689 компания тұр. Сол 689 руководительдің ішінде топ біріншіде тұр, номер 1 біріншіде, өте мықты руководительде бірінші орында тұр осы бизнес-форумда. Ал енді біз тіпті, мысалы, бір жыл 6 ай ғана болды ашылғанымызға, Лимгот, мысалы, тауар айналым бойынша 3-ші орындамыз, тауар айналым. Сол жерде 689 компанияның ішінде, жаңа 70 жыл болған MV де бар, Алоэ Вера да бар, барлығы бар. Соларды басып озып, мына 3-ші орынға шыққанбыз ғой, тауар айналым бойынша. Міне компанияның регистрациясын осы именно государственный департамент Флорида, яғни Флориданың мемлекеттік департаментінің сайты бар специальный. Ол да біздің чаттарда жүр, ссылкалары, сілтемелері, сол жерден кіріп қарасаңыздар, мына Лимготтың Бенгелинскийдің атына тіркелген туралы мәліметтерді сол жерден қарап аласыздар. Және Бенгелинскиймен қатар Наудер Кезен, бұл екеуі 20 жылдық серіктес бір-бірімен, екеуі осы сетевой бизнес саласын істеп келе жатқанда, бірге істеп келе жатқанда 20 жылдан уақыттан асты. Осының алдында Бенгелинскийдің Наудер Кезен екеуінің Elif Max деген проекті болды. Мен сол жерден танимын ол кісілерді 2011-13 жылдардан бастап. Ол Elif Max 2009-2019-ға дейін 10 жыл бинарный компания болғаннан кейін максималды түрде алған кезде 10 жыл өмір сүрді. И то соның өзінде олар ол компанияны жапқан жоқ, оны алып басқа бір компанияға сатты. Міне сол Наудер Кезен, бұл бізде осы Лимготта қазір сетевой маркетинг жағынан жауапты адам осы кісі. Және біздің именно осы Лимготтың барлық өнімдерін ойлап, тауып, құрамдарын бәрін бір-бірінен келтіріп отырған, жасап отырған, ол Райан Готкен, бұл мықты фармаколог, фармацевта. Лиза Готкен, оның келіншегі, бұл кісі, қалай ішуге болады? Лиза Готкенде тоже 24-те жетті. Бұлар өздерінің кәдімгі официальный нелері бар,
почталар бар, сол почтаға жазатын болсаңыздар, міндетті түрде ол кісілер сіздерге жауап береді, иә. Енді бізде продукция 40-қа жуық продукциялар бар. Сол продукциялардың әрқайсының барлығының сертификаттары бар. Және компания 2022-нің декабрі, яғни почти 2023-тің басында маркетинг тіркелетін болса, жаңағы департамент Флоридадан қарайтын болсаңыздар, сайтының продуктының тіркелген уақыты 2021 жылы. Яғни 2 жыл уақыт бойы олар тек қана апробация жасайды. Органика деген сөз, оның да ұғымы үлкен, ол тек қана жаңағы шөптен жасалынатын өнімдерді айтады, иә. Сол органика деген атына байланысты да жаңағы халал деген сертификатты қажет етпейді. Мысалы, кейбір адамдар сұрайды, ол халал сертификаты бар ма деп. Халал сертификаттың қажеті жоқ. Органика деген сөздің өзі тек қана ол шөптесін, енді қасиеті бар шөптерден жасалады деген сөз. Енді мысалы, мына өнімдерді қарайтын болсаңыздар, бұлардың бағасы барлығы қолжетімді. Мына бағалардың барлығы тек қана компания, клуб мүшелері үшін ғана доступный. Бұл баға, егер сырттан келіп отқан қонақтар болатын болса, тура осындай арзан, мысалы, мына $9.95 деген ол 5.000 теңге. Я осындай арзанға алам десеңіздер, онда сіздер обязательно клубтың мүшесі болу керексіздер. Енді мынандай керемет осындай өнімдер бар. Енді бұл жаңағы өнімдердің барлығы, бұлар енді мысалы жеткізуін сіздер поштаға төлейсіздер ғой. Ал енді мынандай бір набор бар, жиынтық, иә, осы жиынтық международный дейді, халықаралық пакет деген, халықаралық денсаулық пакеті деген жиынтық бар. Осы жиынтық $90 тұрады. 6 штук бар, ішінде өнім. $90 дегеніңіз 42.000 теңге, иә, примерно 42.000-43.000 теңге. Міне осы жиынтықты компания, бұның жеткізу құнын компания төлеп отыр. Міне осыны бір клубқа кіргеннен кейін бірден осыны тапсырысқа беріп, осыны алып пайдалануға болады. Енді одан да бөлек мынандай әртүрлі компанияның логотипімен мынандай футболкалар, поло деген сияқты, шейкер, кепка деген сияқты әртүрлі мынандай блендер деген сияқты, міне осындай нәрселер де бар тоже. Енді сіз клубқа кірген кезде бізде бір ғана пакет 24.000 теңге, сол 24.000 теңгемен клубқа келдіңіз. Келгеннен кейін, егер сіз ары қарай ақша тапқыңыз келетін болса, онда сіз үшін тағы бір шарты бар, иә. Яғни сіз міндетті түрде өзіңіздің орныңызға как членский взнос ай сайын 5.000 теңге төлеп отырсаңыз болды. Сонда сізге шексіз қанша миллион алғыңыз келеді, жаңағы $78.000 деген кемелердің алып отырған чегі, ол 40 миллион теңге. 40 миллион теңге аласыз ба? Сол 40 миллион теңгені алу үшін, мысалы, кемелер 5.000 теңге төлеп отыр. 5.000 теңге төлеп 40 миллион теңге алып отыр, түсінесіздер ме? Сондықтан да сондай үлкен табыстарға жеткілеріңіз келетін болса, міндетті түрде бұл шарт, членский взнос ай сайын $10, 5.000 теңге төлеп отырсаңыздар болды. Ал енді қалай ақша табуға болады? Бірнеше бізде апталық және айлық бонустың түрлері бар. Мынау реферальный бонус деген, бұл апталық бонус. Яғни сіз 24.000 теңге адам жаздыңыз ба, $50, яғни оның 50%, 12.000 теңге компания сізге төлейді. Бұл адамдарды шексіз жаза берсеңіздер болады. Біреу екеумен тоқталып қалсаңыздар да болады, өздеріңізге байланысты. Қанша жазсаңыздар, соншалықты әр адамның басына 12.000 теңгеден компания сізге төлеп отырады. Екіншісі, осы реферальный бонустың жалғасы структурный бонус дейді, реферальный бонус. Мысалы, сіз өзіңіз адам шақырдыңыз, 50%, яғни $25 алдыңыз ғой. Енді сол адамдарыңызды қарап отырмастан, оларды адам шақырады ғой, сол кезде олардан да, мысалы, екінші уровень, олардан да жаңағы процент алу үшін, онда сіз бронза деген статусты жабу керексіз. Ал бронза статусы жабылады 2 адаммен. Сіз 2 партнер шақырдыңыз ба клубқа, яғни сіз уже бронзасыз. Сол кезде оларды адам шақырып, жарысып адам шақырып жатса, олардан да 10% ала бастайсыз, иә. Ал серебро деген 20 адам командада. 20 адам болған кезде және сізде 2 уровень ашылады, 3-ші, 4-ші. Олардан да 5% түсе бастайды. Золото деген 100 адам командасында, иә. Золото болған кезде және 2 уровень ашылады, 3-2% тағы түсе бастайды. Платинада тағы 2 уровень ашылады, 2% түседі. Бриллиантта және тағы 9-10 уровень ашылады, 1% түседі. Сонда сіз бриллиант болған кезде, мына бүткіл түскен клубқа кіріп жатқан $50, мына жерде 80% $40, яғни сізге қайтадан қайтады деген сөз, иә. Бұл реферальный бонустың жалғасы. Енді резидуальный бонус. Бұл айына түсетін бонус. Бұл жерде адам шақырса да алады, бұны шақырмаса да алады, иә. Бір уақыт керек, определен уақыт керек. Мысалы,
3 жылға дейін деп айтуға болады. 3 жылға дейін. Егер адам шақырмаған адам күтіп отырса, 3 жылға дейін ай сайын 5.000 теңгесін төлеп отыратын болса, бір определенный 100 мың, 200 мың, 300 мың деген сияқты жақсы табысқа шыға алады. Неге? Потому что ол 2 жылдың көлемінде оның үстіндегі активный партнерлар, адам жұмыс жасап отырған, команда жасап отырған, өсіріп отырған адамдардан бұл адам шақырмаған адамға перелив түсе бастайды, перелив, бөтен адамдар түсе бастайды. Сол әр бөтен адамның әрқайсысына компания 0,25 центтен, яғни 120 теңгеден төлей бастайды. Сонда мысалы адам шақырмаған адамның астында жаңағы 12 уровеньге дейін орындар пустой тұрады, орын ашық тұрады. Сол орындарға бөтен адамдар түсіп толатын болса, егер оның саны 8 мыңға дейін немесе 10 мыңға дейін кетіп қалды деген, мысалы 4-5 жылда бір 10 мың адамдай келді. Сол кезде бұл адам ешқандай адам шақырмаған болса, компания соның 8 мыңынан 120 теңгеден, яғни 2047 доллар деген, ол 960 мың теңге деген сөз. Сондайға дейін ақша төлей алады. Және бұны күту керек, бұны кәдімгідей шыдаммен күту керек. Мысалы, кіре салып, 2 айдан кейін астыңызға 8 мың адам жазылып үлгеру ол деген физически невозможно, мүмкін емес, физикалық тұрғыдан алған кезде мүмкін емес 8 мың адам жазылып кету деген. Сондықтан да бұны күтетін болсаңыз, жылдар өте келе сіздің астыңыз бәрібір 8 мың адамға толады. Сіз бәрібір адам шақырмасаңыз да 2047 доллар 960 мың теңгені алып отыратын боласыз ай сайын. Бірақ оған ол үшін шыдаммен ай сайын 5 мың теңгені төлеп отыру керек міндетті түрде. Ал енді оны күтіп отырмай 3-4 жыл, оны мен деген өзім команда құрам десеңіз, өзіңіздің командаңызда да дәл сондай аласыз, бірақ бұл тезірек бола бастайды, потому что сіз адам құрған кезде, команда адам шақыра бастаған кезде, сіз өзіңіздің адамдарыңыз, уже астыларыңызды өзіңіздің адамдарыңызбен, командаңызбен толтыра бастайсыз. Сол кезде тура дәл сол сияқты 25 центтен 120 теңгеден әр адам басына ай сайын компания төлеп отырады, Және сіз бронза болғаныңыз үшін, яғни статус көтердіңіз, адам шақырдыңыз, сол үшін компания уже сізге 2047 емес, уже 4095 доллар төлей бастайды. Яғни 1 миллион 600 мың теңге ала бастайды. 800 мың теңге ала бастайсыз. 1 миллион 800 мың теңгеге дейін аласыз мына статусты жапқаныңыз үшін. Сізге 12 уровеньнен бермейді, 13 уровень береді. Және де бұл 13 уровеньде жаңағы мына жерде 8 мың адам болса, мына жерге 16 мың адамда, 16 мың адамда тоже 1 жылдың көлемінде ол өте қатты мүмкін емес негізі. Бұғанда адамдар 1-2-4 жылдың көлемінде 4-5 жылда бәлкім шығуы мүмкін. Бұл табыстың бір-ақ түрі ғой, одан басқа да табыстарды сіз алып жатырсыз. Сол кезде бұғанда түбінде шығасыздар бәрібір. Түбінде именно осы бонустың өзінен де жаңағы 1 800 000, яғни 1 800 000 теңге шығып отыратын болады. Сереброларға да дәл сол сияқты 1 800 000 мыңға дейін ограничение дейміз, шектеу 1 800 000 мыңға дейін, Бұл екеуінің разницасы бірақ басқа жерде. Мына жерде екеуі бірдей алса да, басқа жақта серебро мен бронзаның разницасы өте көп. Енді золотаға шыққан кезде және тағы бір уровень ашып береді компания, және сонда сіздің осы именно мына резидуальный, мына матричный бонустан алатын табысыңыз уже 8 мың доллар деген, ол 4 миллион теңгеге дейін ала бастайсыз. Мына 1 800 000 емес, уже 4 миллион теңгеге дейін ала бастайсыз. Платина болсаңыз да тура 4 миллион теңгеге дейін шектеу бар. Бриллианттарға 16 мың доллар деген 8 миллион теңгеге дейін шектеу бар, Яғни 15 уровень ашық болады, бриллианттар осы 15 уровеньнің бәрі әйтеуір бір уақыт өте келе түгел толық болатын болса, сонда сол кезде олар 16 мың доллар ала бастайды. 16 мың доллар деген 8 миллион. Мына 15 уровеньнің бәрі толғанша бұл жерге 65 мыңдай адам кетеді. Мысалы, қазір Марат Акештің командасында 46 мың адам бар. 46 мың адам бар уже. Көрдіңіздер ме? Біраз уақыт өткеннен кейін бұның барлығы да мүмкіндік. Әртүрлі суреттердегі түстер бұл адамдардың статустарын көрсетеді, Мысалы, мына тұрған оң жақтағы үшеуі бұл дым адам шақырып отырмаған адамдар, партнерлардың түстері осындай болады. Мынандай серый болып тұрған бұл серебролар деген сөз, мына желтый болып тұрған бұл золото деген сөз, мынандай мынау оранжевый, сәбіз түстес дейміз, сәбіз түстес бұлар бронзалар деген сөз. Мынандай көк көңбектер, мынандай ашыл голубой цвет, көк, аспан көк түстер бұл деген платина деген сөз. Мынандай синий, темный синий, қараңғылау көк деген сөз, бұл бриллиант деген сөз, Міне өстіп өзіңіздің командаңыздағы адамдарды ажырата аласыз, статус бойынша. Енді мына жерде жаңа алатын бонустарының түрін мына жерде жазып қойған,
мына 2, 4, 8, 16, 32, 64 деп осы уровеньдер. Мысалы, сіздерге тым адам шақырмайтын адамда 12 уровень деп тұр ғой, мына мысалы 12 уровень ашық тұрады деген сөз. 12 4096 ең 12-ші уровеньде 4096 адамның орны бар, иә. Олар біртіндеп біраз уақыт өткеннен кейін бәрібір толған кезде ол адамдар міне осылардың барлығына осындай чектерді алатын болады, иә. Мына чектердің бәрінің жиынтығы жаңа 960 мың. Яғни 1 миллион теңге деген сөз ғой. 1 миллион теңге, 5 мың теңге төлеп отырсаңыздар, шыдамен 3-4 жылдың ішінде осы 1 миллион теңгеге шығасыздар. Воронка қашан ашылады? Ал енді жаңағы өздері команда құрып отырған адамдар онда тек қана резидуальный бонус алмайды. Олар бүткіл бонустың түрін алады ғой, және сонымен қатар келесі бонустың түрі бұл ЧК. ЧК деген резидуальный бонуста егер шектеу 8 миллионға дейін болатын болса, мына жерде чектеу жоқ, иә. Бұл жерде қанша болса да сіздер ала бересіздер. Өте күшті. Жаңағы резидуальныйға қарағанда салыстырған кезде 50%-ға дейін өте көп шығатын бонустың түрі бұл ЧК. Потому что кімде кім команда құрып жататын болса, ол командасына бірінші линиясына көбірек адам шақыратын болса, яғни ол адамға өте повезло. Потому что бірінші линияңызға сіз 10 адам бір адам шақырсаңыз, бір адамыңыз 1 миллион теңге табысқа шығатын болса, сіз одан 50%, яғни 500 мың теңге алып отырасыз, иә. Ал енді ойлаңыз, сіз деген бірінші линияңызға бір адам емес 10 адам шақырсаңыз, 10 адамыңыз да ол ерте ме кеш пе олар 1 миллион табысқа шығады, міндетті түрде шығады, иә. Адам шақырса да, шақырмаса да шығады. Сол кезде 10 адамның әрқайсысынан 1 миллион теңгеден сіз 500 мың теңгені алып, оны 10-ға көбейтетін болсаңыз, сіз 5 миллион теңге уже чек ала бастайсыз, иә. Сіздің жаңағы статусыңыз болсын, болмасын оған қарамайды. Егер сіз серебро болсаңыз, 2 рет чек аласыз. Сіз золото болсаңыз, бір адамның чегінен 3 рет чек аласыз. Сіз платина болсаңыз, 4 рет чек аласыз. Бриллиант болсаңыз, 5 рет чек аласыз. Бір адамның чегінен 5 рет чек аласыз, және сізге 5 уровеньге дейін тура осындай проценттер төлейді. Мынау деген өте үлкен ақша шығады. Пул бонус деген мына премиялар бар, иә, бриллианттар мен коронованный бриллианттарға арналған премиялар. Бұлар 2% және коронованный. Воронкаға ашылады. Бүткіл товарообороттан жиналады. Бір котелға, қазанға жиналады, иә. Солардан алады да ай сайын жиналады ғой. Сол осы жиналған ақшаны ай сайын бриллианттарға бөліп береді. Келесі айда тағы жиналса, тағы бөліп беріп отырады, иә. Сол кезде бұл премияның өзі ай сайын 2 миллион, 2,5 миллион теңге қазір шығып жатыр, дәл қазір. Не осындай керемет маркетинг. Қай жағынан алсаңыздар да, сетевик болсаңыздар да, мысалы сетевиктер деген өздері адам шақыра алуы мүмкін, бір командасын, иә. Бірақ командасындағы адамдар шақыра алмайды сетевой бизнеске. Неге? Потому что оларда кіру пакеттері өте үлкен, мысалы. Кішкентай пакеттер де бар компанияларда, иә, мысалы, бірақ та олар бүйтіп айтады салыстырма түрде. $100 пакет бар, $500 пакет бар, $1000 пакет бар. Бірақ $1000 пакет алсаңыз, сіздің бонусыңыз 2 есе көп болады. $100 пакет алсаңыз, онша қатты бонус алмайсыз дейді. Сол үшін сіз міндетті түрде $100 пакетке кіргіңіз келмейді, $1000 пакетке кіргіңіз келеді, иә. Сөйтесіз да, сосын кредитке кіресіз, қарыз аласыз, немесе алтындарыңызды ломбардқа өткізесіз. Сөйтіп кіресіз да, бірақ адамдарды шақырамай қоясыз. Мысалы, адам шақырып команда құру көп адамдарға қиын болады. Соны көп сетевиктер түсіне бермейді, олар өздерінің ғана жаңағы күшіне сенеді да, мен шақыра аламын деген сияқты. Бұл жерде, мысалы, мына жердің ең кереметі кез келген адамға қолжетімділігі. Мысалы, мен сетевик, мен шақыра алатын болсам, бірақ менің командам $1000-ға шақыра алмады. Адамдар ай сайынғы активності көтере алмады. Бірақ осы сетевойға не үшін келдім? Біріншіден, мені қатты қуантқан 2 түрлі нәрсе болды. Мен сетевойдан кетіп қалғанда сетевойдың бір бухгалтериясында жұмыс жасағам, сол кезде мен көп деген нәрсеге көзім жетті. Содан кейін мен вообще еще окончательно айттым, болды, мен сетевойда жасамаймын. Потому что, мысалы, $5 өнімін $50 сату деген енді адамдар көп біліп тұрып, ананы сата алмай қалады екенсің да, негізі. Мысалы, $5 аласың заводтан, бірақ оны $50 немесе $100 сату керексің, мысалы, $80 сату керексің. Сол кезде мен команда вообще құра алмай қалдым. Потому что арзан өнімді қалай адамдарға қымбатқа сатуға болады деген сияқты. Бұл жерде енді маркетинг бар ғой. Сондықтан мына жерге келген себебім, мен 2 нәрсеге қуандым. Бірінші, наудеркезімді естіген кезде қатты қуанып кеттім. Потому что наудеркезім жаман болған жоқ, біз бәріміз көтерілдік. Қазақстанда $200 миллионер адам шықты. Барлықтары қазір өте қатты көтеріліп кеткен. Олар әртүрлі дополнительно жаңағы традиционный бизнестер ашып тастады. Мысалы, біреу 10 шақты, 20 шақты үй алып тастады, арендаға беріп қойды. Біреулер деген үлкен бизнес, строительный компания ашып алды. Біреулер жаңағы
бәленбай машина алды деген сияқты біреулер бір неше түрлі бизнестер ашты. Міне сол себепті наудырды көрген кезде мен біріншіден қатты қуандым, екіншіден өнімнің бағаларын көрген кезде мен тағы да қатты қуандым. Мына өнім деген адамдарға нағыз айтуға болады екен мына бағаны. Себебі бұл заводтың бағасына сәйкес, почти заводтың бағасына сәйкес болып тұр. $8, $9, $10 деген өнімді спокойно любой адамға ұялмай шалқайып тұрып айтуға болады. Неге? Потому что нарықтағы бүткіл сетевой компанияда ондай арзан өнім жоқ. Олардың барлығы маркетинг отырғызып сатып отыр. Сондықтан да олар өте қымбатқа сатып отыр. Адамдар бір рет алады да екінші рет аламайды оны. Ал мына жерде бір алған адам келесі айда да алады, келесі айда да ала береді. Неге? Потому что қолжетімді, ақшасы жетіп тұр, неге алмасқа? Потому что адамның ағзасына ол нәрсе керек. Қазір оны ешқандай тамақтан, ешқандай ауадан алып жатқан жоқсыздар. Потому что бізде Қазақстан бойынша ауа өте ластанған, және де тамақтың, ауаның ластануына байланысты тамақтың да біз жеп отырған көкөніс, жеміс жидектің де құрамында сіздердің ағзаларыңызға пайдасын тигізетін ештеңе қалған жоқ. Сол себепті адамдар ерте жаңағы аурулар жасарып жатыр, ерте пайда болып жатыр, әртүрлі аурулар. Даже мысалы белсіздіктер даже жастардың арасында да өте көп. Сол сияқты аурудың қандай түрлері болмасын өте жасарып бара жатыр. Сол себепті сіздерге керек болғаннан кейін бұл қолжетімді болған соң адамдар, конечно, ала алады. Мысалы, ол егер адамдар ала алатын жағдайда, значит, сіз де бизнесті жақсы жасай аласыз. Потому что клиентке доступный болса, неге сондай бизнес жасамасқа? Потому что ақша табудың енді бірден бір көзі осы ғана, ең жаңағы қалай айтсам бұл жеңіл бизнес жасаудың бірден бір көзі ол Livegood деп айтар едім. Потому что традиционный бизнес жасау өте қиын. Қазір қарасаңыздар, кез келген адамдар жаңағы жастар осы особенно, жалақыға жұмыс жасағысы келмейді, бірақ традиционный бизнес ашады да, бір ай, 2 айдың ішінде қайтып жауып тастап жатыр. Неге? Потому что традиционный бизнес жасау өте қиын. Конкурентоспособный болу керексің, ол жерге ақша өте көп вложение жасайсың, уақытты өте көп вложение жасайсың, 24/7 жұмыс жасау керексің. Сондықтан да оны өйтіп дамыту қиын. Ал енді сетевой бизнесте бағана айтып кеттім, продуктлар қымбат болғаннан кейін тағы сол тоқырауға ұшырап қалады адамдар. Потому что бір рет алады, екінші рет аламайды, келесі айда кел. Сізден бір рет келіп жаңағы қызығып бір $100 бір зат алынатын, келесі айда $100 тағы бір өнім алайын десе, оның бүткіл семьясына дым болмай қалады ғой, жаңағы жетпейді. Сондықтан да ол сол ақшасын қимай қалады да, екінші айда алмай қалады. Көп сетевойдан байқасаңыздар, осындай проблемалар. Бізде барлық адамдарға доступный болғаннан кейін адамдар ай сайын қаншама жаңағы рахаттанып тұрып семьясына бүткіл пакет өнімдер алып жатыр. Міне сол себептен сондай сұраныс бар жерде бизнес жасауда оңай. Егер сіздердің барлығыңыз бизнес жасауға келсеңіздер, онда сіздер өте керемет жерде отырсыздар. Бағанадан бері мен тізіп бірнеше артықшылықтарын айтып кеттім. Сол себепті қош келдіңіздер Livegood клубына. Ортамызда қонақтар болатын болса, сіздерді кім шақырып жатыр? Қазір осы темірді қызған кезде соқтайды ғой. Қазір сіздерге ұнап тұр ма? Қазір жазылыңыздар. Ертең уже кеш болып кетеді. Себебі кез келген адамның қалтасында 24.000 теңге бар деп ойлаймын. 24.000 теңге деген қазір ештеңені шешпейді. 24.000 теңгемен барып традиционный ешқандай бизнес аша алмайсыздар. Тіпті пирожки сататын бутикті аша алмайсыздар 24.000 теңгеге. Ал ол деген жай бір отырып бала шағаңызбен барып бір кафеге отырсаңыз 24.000 теңгеңіз жетпей қалады даже. Магнумге көрсеңіз бір 2 күнге жететін продукт алып келесіз. Ал мына жерде 24.000 теңгеге сіз өмір бақи сізге тамшылап ақша кетіп тұратын бизнес ашасыздар. Сондықтан жаңағы ешқандайды ойланбастан кім шақырды сол адамдарға хабарласып, олардың сілтемесін алып, міндетті түрде дәл қазір тіркеліп алыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.